Сәлем барлықтарыңызға. Бұл сабақта 2023-24 оқу жылында өткен ауыл олимпиадасы математика пәнінен бірінші іріктеу кезеңі 10 сыныптың 16 есебін қарастырамыз. Қосындысын табыңыз дейді. 3 бөлінген 1 көбейту 4 плюс 5 бөлінген 4 көбейту 9 дәл сол сияқты кете береді екен. 13 бөлінген 36 көбейту 49. Мына жерде 6 бөлшек бар. Олардың барлығын ортақ бөлімге келтіріп қосуға болады, бірақ оған көп уақыт кетеді екен. Енді мына жерде көп нүктені қойып, мысалға 100 бөлшек, 1000 бөлшек қойып қоятын болса, олардың барлығын ортақ бөлімге келтіріп қоса алмаймыз. Сондықтан басқа жолын қарастыруымыз керек. Енді мына жерде мұқият болып қарайтын болсақ, 4-тен 1 азайса 3, 9-дан 4 азайса 5, 16-дан 9 азайса 7, солай кете береді. 49-дан 36 азайса 13 болады екен. Мына бөлшекті сонда айырма түрінде жазуға болады екен. 1 бөлінген 1 азайту 1 бөлінген 4 деп. Мына 1 мынаның бөлімде тұр, мына 4 мына екінші бөлшектің бөлімде тұр. Алымдары бірге тең болады. Енді екі бөлшекті азайту үшін ортақ бөлімге келтіріп азайтып жібереміз. Ортақ бөлім екеуінің көбейтіндісі болады, өйткені олар өзара жай сандар болады екен. Төрттен бірді азайсам 3 болды. Мына шықты. Енді 5 бөлінген 4 көбейту 9-та дәл солай жазам. 1 бөлінген 4 азайту 1 бөлінген 9 деп. Толықтауыш көбейткіш мына жерде 9, мына жерде 4 болады. Азайтып жіберсем 5 4 көбейту 9. Мына бөлшек шығады екен. Солай жалғасып кете береді соңына дейін. 13 36 40 көбейту 49. 1 бөлінген 36 азайту 1 бөлінген 49. Мына жерге 49-тан, мынаған 36-тан азайтып жіберсек, 13 бөлінген 36 көбейту 49 болады екен. Енді бізге нені табу керек? Мыналардың барлығын қосындысын табу керек. Мыналардың барлығының қосындысын табу керек. Бірінші бөлшекте мына минус таңбасымен, ал мына жерде плюспен. Мына минуспен келесінде плюспен болады екенде, барлығы солай жойылып кетіп, ең бастапқыдағы 1 қалады екен. Және азайту мына 1 бөлінген 49, ең соңғы мына 49 қалады екен. Оны ортақ бөлімге келтіріп азайтып жіберсек, 48 бөлінген 49 болады екен. Мынаны телескоп тәсілі деп атайды. Немесе телескопты қосынды деп атайды екен. 48 бөлінген 49. Д нұсқасы дұрыс болды. Сонымен мына есеп шықты. Сау болыңыздар.